Қарызсыз қоғам жобасының мақсаты қаржылық сауаттылықты арттыру, өз қаражатын тиімді басқаруды үйрету. Сол арқылы қаржыға қатысты мәселелер қалай пайда болатынын және алаяқтық әрекеттерді анықтау жолдарын үйренуге болады. Былтыр жобаға 9 мыңнан аса батыс қазақстандық қатысқан. Нәтижеде жоқ емес. Қазіргі таңда биылғы оқыту курстарына қатысуға өтініштерді қабылдау басталды. Мамандар 20-дан аса ауылдар аралап тұрғындармен кездесу өткізді. Алғашында халық жобаға сенімсіздікпен қараса, кейін қызығушылық танытқандар саны артқан. Олардың қатарында Жаһанша Досмұхамедов атындағы жоғары педагогикалық колледждің ұстаздары да бар. Олардың айтуынша, жоба қаржыны тиімді пайдалануға үйретеді. Ақшаны жинауға болады екен, несиені қалай пайдалануға болады, мысалы қай банктан қалай алуға болады, мысалы процентке қарап, мысалы талдау жасайтын сол сұрақтарға біз жауап алдық. Енді осы семинардың негізгі біздің өзіміздің алғанымыз ақшамызға басқаша қарайтын боламыз болашақта. Яғни айтқанда алған ақшамызды бөліп, мысалы деген оны жинауға және біздің балаларымыздың болашақта оқуға деген сияқты үйлену тойларына және мысалы өзімізде де ертең мысалы деген ардагер ұстаз болған кезде өзіміздің қаражатымызды қалай бөлуге болатыны сауаттылығымыз артты деп ойлаймын. Қазіргі таңда биылғы оқыту курстарына қатысу үшін өтініштерді қабылдау басталды. 5 ақпаннан бастап семинарлар өткізіледі. Жоба 36 кезеңнен тұрады. 5 күндік курста алдымен теориялық дәрістер оқылып, содан соң жеке кеңестер беріледі. Облыс тұрғындары өздері аудан бойынша Аманат партиясының филиалдарына жолығуға болады. Өтініштерді қалдырып, 5 ақпан күні басталады, декабрь айына, желтоқсан айына дейін жалғасады. Осы жоба арқылы біздер бірігіп заңгерлер жұмыстанады, банктерге хабарласып, екінші деңгейлі банктерге, микроқаржы ұйымдарға хабарласып, осы кредиттердің несиелерін төмендетуге, графиктерін өзгертуге сондай мүмкіндіктер береміз. Былтыр қарызсыз қоғам жобасы аясында 12 аудан мен облыс орталығында барлығы 9405 адам арнайы оқыту курсына қатысқан. Мақсат қаржылық сауаттылықты арттыру, өз қаражатын тиімді басқаруды үйрену. Ажаргүл Әлиева, Әділбек Исақов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.